Так, саламатсыздар оқушылар. Әрмен қарай атомдық физиканы жалғастырамыз. Бүгін бізде 36 есептен бастаймыз. Бұл жерде сутек атомындағы бордың екінші орбитасындағы электрон импульсін сұрап тұр. Дәл алдыңғы сабақ біз екінші жылдамдығын тапқан болатынбыз екінші орбитадағы. Ол бізде 1/1 10⁶ дәрежесі болды. Тура осыны алып келеміз де бұл жерде формаға сала дегенбіз, кәдімгі яғни импульстің формасы P тең m көбейтілген v. Бізде m дегеніміз 9/1 10⁻31 дәрежесі, ал екінші жаңағыдай біздегі орбитасындағы жылдамдық бұл бізде 1/1 10⁶ дәрежесі болды. Так, примерно бұл жерде бізде шығатын дүние енді 9/1-ді 1/1 көбейтетін болсақ 10 шығады ғой, примерно 10 шығады. Приблизительно 10 шығады, 10⁻25 дәрежесі дейміз. Яқта бізде килограмм метрдің секундқа көбейтіндісі. Бұл дегеніміз кәдімгі А нұсқасы 10⁻24 дәрежесі дейміз де кете береміз. Енді келесі 37. Сутек атомының ядросының екінші бор орбитасы бойымен айнала қозғалған электронның айналу жиілігін сұрап отыр екен. Енді бұны біз қалай шығарамыз деген сұрақ. Кәдімгі жылдамдық бойынша шығарады екенбіз. Ешқандай қиыншылық жоқ бұл жерде. Өйткені біз V дегенін білеміз, ол бізде омега көбейтілген R. Осы жерде ол бізде омега дегеніміз 2π нью. Мына жерде бізде R бар. Осы жерде бізге нью табу керек. Сонда нью дегеніміз ол бізде V бөлінген 2πr. Енді не нәрсеге көңіл бөлу керек бұл жерде? Екінші деп тұр ғой, сутек атомының ядросының екінші бор орбитасы бойымен. Сондықтан бізге яқта екінші жылдамдық керек болады, және де орбитаның екінші радиусы керек болады екен. Енді екінші ол бізде қаншаға тең еді? Жаңа айттық қой, 1/1 10⁶ дәрежесі дедік. 2π яқта 6/28 болады. Ал радиус екінші ол бізде нешеге тең еді? Соны ойлану керек. Так, қанша шықты? Жаңа бір есепте шыққан алдыңғы. Так, 21/2 ғой деймін, по идее. Я. Бұл жерде что-то көрмейді, ар жағында ғой демек. 21/2. Так, 4-ке көйте саламыз ғой, просто. Так, 21/2 и 10⁻11 дәрежесі. Міне осылай. И осыны бір-біріне бөлеміз. Сөзі бізде шығу керек. Енді астында 6/28 көбейтілген. Так, 21/2. Ол бізде 133 бола ма, почти. 133. 10⁻11 дәрежесі болып тұр. Яқта 1/1 ма? 10⁶ дәрежесі. Так, енді 1/1-ді бөліп көрейік 133-ке. О, әдемі кеп тұр. Енді бұл уақытта жуықтап, негізі 8/3 қой. 8/3 деп айтайықшы. 8/3. Енді есепте 8-ге кеп тұр ғой, соны айтып тұрған. Жуықтап оны көрсете салам. Бірақ негізгі мән бізде былайда. 0,0083 10⁻17 дәрежесі. Енді бұл деген кәдімгі бізде неге кеп тұр? 8/3 10⁻14 дәрежесіне кеп тұр ғой, герц. Енді бұл приблизительно д нұсқасы. Жуықтап 8/3-ті 8 деп көрсеткен. Так, кеттік келесі сұрақ. Атомның ионизация энергиясы дегеніміз не? Ол дегеніміз атомның қозған күйінен негізгі күйіне көшкенде шығарған не жұтқан энергиясы деп атайды екенбіз, жаттап алу керек. Бордың екінші постулатының өрнегі, бордың екінші постулаты ол бізде д нұсқасы. Жаттап алайық. Так, келесі атом шығаратын фотонның жиілігі дейді. E0 энергиялар негізінен күйден E1 энергия қозған күйге өту кезінде. Бұл жерде енді қарапайым формула всегда E1-ден E0 азайтамыз, жаттап алу керек. Яғни бұл жерде сәйкес келіп тұрған бізде только с нұсқасы ғана. Кәдімгі формула H-ню, E1 минус E0. Мына жерде бізде H астына кете салады деген сөз ғой, приблизительно. Так, енді мынандай бір нәрселер бар. Бұл бізде кәдімгі жаттап алу керек болды. Мысалға қарайық, жоғарыға деген стрелка нені білдіреді? Жоғарыға деген стрелка бұл бізде жұтуды білдіреді, энергияны жұтады. Ал төменгі стрелка бұл бізде энергияны шығарады деп айтамыз. Разницасы осыған, энергияны шығарады. Енді мына жақта қараймыз. Суретте атомның энергетикалық деңгейлер диаграммасы кетілген. Фотон шығару арқылы ауысу қандай цифрмен көрсетілген? Шығару деп тұр ма? Демек, шығару ол только бізде төмен ғана, ал бірақ нәрсені көріп тұрмыз бізде, так, қалған бәрі жұту. Демек, 4 қой д нұсқасы дейміз, кете береміз. Өте оңай. Келесі суретте энергетикалық деңгейлер оған қарамай қойық, шығару дейді. Бірақ енді бұл жерде кішкене басқаша екен. Ең жоғары жиілігі дейді. Ең жоғары жиілігі фотон шығару арқылы. Жоғары жиілік. Оны қалай түсінеміз? Ана форманы үшін жаздық біз. Нью тең EM минус EN бөлінген H. Бұл деген не білдіреді? Неғұрлым бізде энергетикалық деңгейлердің арасы көп болған сайын, соғұрлым жиілік те көп деген сөз. Демек, бұл уақытта бізде шығаруға қай жатады? Ол бізде 1 жатады.
дұрыс па? 1 келет, 2 келет, 3 келет. Но ең үлкені қайсы болып тұр бізде? 3 болып тұр. Неге? Өйткені оның энергетикалық деңгейі E4-тен E1-ге кетіп жатыр. Демек бізде ньюмен энергиялардың айырмасы бір-біріне тура пропорция. Сондықтан неғұрлым энергиялардың айырмасы көп болады, соғұрлым жиілік те көп болады деген сөз. Сондықтан ең жоғары жиілік ол бізде 3-ке сәйкес келеді екен. С нұсқасы дейміз, кете береміз. Келесі. Атомның энергетикалық деңгейлерінің ең төменгі жиілік фотонның жұтылуы болып жүр, ең төменгі жиілік және фотонның жұтылуы. Жұтылу дегеніміз ол жоғарыға шығады бәрі. Ондайды мен мынаны ғана көріп тұрмын, 3-ті и 5-ті ғана көріп тұрмын, Енді, жоқ, ойбай 5 теппін ғой. 5 ол бізде келмейді. Ол бізде так шығару. Так 3 пен 4 міне. Көрініп тұр ғой көзге 3 пен 4. Енді ең төменгі жиіліктегі фотонның жұтылуы деп тұр, Төменгі жиілік, біз жаңа айттық, жоғары жиілік дегеніміз энергияның айырмасы көп болу керек. 3-те көп қой. Скачок бізде E4-тен E1-ге. Ал енді 4-те бізде ол бізде секіріс E2-ден E4-ге болып жатыр да. Сондықтан оның энергиясының айырымы аз болғандықтан ол жақта жиілік те төмен болады деген сөз. Сондықтан бізде 4-ші вариант келеді. Д нұсқасы дейміз, кете береді екенбіз. Дәл осы есепті шығара береміз. Аса бір қатты қиыншылық жоқ. 54-ке келейік. Ол жерде суретте сутегі атомның фотон шығару немесе жұту энергетикалық деңгейі көрсетілген. Максимум жиіліктегі фотонды жұту деңгейлері және теңдеуін дейді. Яғни екі сұрақ болып тұр. Енді қараңыздар. Жұту деген сөз ол бізде төмен қарай, жоғары қарай бәрі. Төмен қарай ол бізде шығару болатын болса, жоғары ол бізде жұту. Демек, бұл жақта мен көріп тұрғаным өзі мынау менде жұту и мынау менде жұту. Енді ішінде максимум жиілік болу үшін мен жаңа айттым, скачок жоғары болу керек та. Қайсысы ұзын болып тұрады, былайша лайфқа келетін болсақ, соны ала береміз ғой. Бізде бірінші ұзын болып тұр ғой, 1-ден 3-ке барған скачок. Демек, Д нұсқасы ол бізде вариант та сразу. Ал енді оның энергетикалық формасын жазу үшін ол бізде қандай болады? Кәдімгі логично H-ню E3-тен E1 азайта саламыз деген сөз. Түсінікті ғой, Сонда бізде не болады? Кәдімгі Б мен Д нұсқасы бола салады екен ғой, вот осы. Енді 55-ті көрейік. 55 то же самое, бірақ максимум толқын ұзындықтағы дейді. Қараңыздаршы, бағана жиілік болды ғой. Енді толқын ұзындықтағы фотон жұту дейді. Жұту дегеніміз қайсы болады? Ол жаңадай, ол мынау бізде жоғары қарай, шығару төмен. Осы жаттап алсақ болды. Демек, ол бізде мына екеуі келеді. Бірақ енді логикасы в чем? Бізде жиілік жаңа айттық қой, жиілікпен жалпы өзі толқын ұзындығы бір-біріне кері пропорция, Неғұрлым жиілік көп болса, толқын ұзындығы аз болады, неғұрлым жиілік аз болса, толқын ұзындығы көп болады деген сөз. Демек, толқын ұзындығы максимум болу үшін жиілік аз болу керек. Ал жиілік қай жерде аз ол бізде? Скачок аз болған жерде аз ғой, Демек, 1-ден 2-де бізде скачок аз ғой. Демек, жиілік аз. Демек, максимум толқын ұзындық болады деген сөз. 1 мен 2-ні белгілейміз. Ал енді бұның теңдеуі кәдімгі как обычно С нұсқасына келіп тұр ғой. Мынаны жаттап алсау керек, мынаны біз бүйтіп ашсақ болады. H-сы лямбда деп ашсақ болады. И E2-ден келеміз де E1-ді азайта салады екенбіз. Дәл осылай бүгінгі нұсқа талдауды аяқтаймыз. Мына түрде каналға жазылып, комментарий жазыңыздар.